Мен еліміздің әуежайларына ризамын ғой. Хабарлаған кезде рейсті 3 тілде хабарлайды, яғни қазақ, орыс, ағылшын тілі. Ал бірақ кешіккен жолаушыларды іздеген кезде тек бір-ақ тілде шақырады оларды. Ол әрине орыс тілі. Қараңыздар. Сыликова Сандулаш, Туганбаева Майра, Жайлаубаев Кулызбек. Просьба срочно пройти к выходу Д-08, посадка на маршруте завершена. Неткен парадокс, қазақтарды шақырып жатыр, бірақ өзге тілде да. Күлкілі жағдай әрине, бірақ ішің ашиды екен, ол рас. Бұндай нәрсені мен бірінші рет емес, бірнеше рет байқап жүрмін. Сөздің ашығын айтқан кезде қараңыздар да, ана Внимание, опаздывающий пассажир, вылетающий рейсом 7056 авиакомпании «Флайрустан» по направлению Астана-Алматы Есенов Ерлан. Из самого города просьба срочно подойти к посадочному выходу. Д-01, посадка на маршруте завершена. Ризамын. Мейлі сөйлей берсін, орысша сөйлесін, ағылшынша сөйлесін, қытайша, немісше, өзің шаруасы. Бірақ Қазақстанда жалғыз мемлекеттік тіл бар, ол қазақ тілі. Қазақ тілін бүкіл жерде бірінші орынға қою керек. Және әсіресе деп айтайын, әуежайда, себебі жан-жақтан келген туристің барлығы бірінші әуежайға келеді, әуежайдан кейін басқа жақтарға келеді. Әуежайда қазақ тілінің құдіретін көтеруіміз керек, себебі мемлекеттік тіл бізде қазақ тілі. Осыны біліп жүрейік.